Әрбір адамның жүрек түпкірінде бір сиқыр бар. Бұл ғажайып сырға толы сандықта неше түрлі армандар, мақсаттар бар десеңізші. Ал бұл сандықтың ең түбінде немесе кейде жарық жұлдыздай алға шоқ етіп шығатын бір әсері бар. Бұл неде болайсыздар? Бұл тамаша нәрсенің аты өнер. Я, бұл сөздерді мен бекер айтып отырған жоқпын, өйткені бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Нұржан мен Алтынбек және хабарымыздың тілшісі Бақыт ханым бүгін осындай керемет дүниесімен келіп отыр. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Не деген бұл дүние десеңізші? Жас қауымдар. Я, отырыңыздар, керемет дүние. Я, отырып енді ары қарай әңгімемізді жалғастырайық. Таныстыра отырсаңыздар, бұл не дүние? Бақыт, енді бұл мақсат. Неге бүгін осы жас ғалымдарды, өнертапқыштарды студияға қонақ ретінде алып келді? Мақсат жалпы көрсету, басқа да өзіміздің жас ұрпақты білімге, ғылымды насихаттап, соларды жаңағы осы біздің кейіпкерлеріміз сияқты, бүгінгі қонақтарымыз сияқты, осындай білім жолында, ғылым жолында еңбек етіп жүрген сондайға ұмтылдыру жастарымызды, жас көрермендерімізді. Жалпы негізі осы білімді насихаттау. Роботқа байланысты айта өтіп тұрсаңыздар. EasyBot роботы негізі қазіргі таңда студенттеріміз, школьниктарымыз, мысалы, мектеп оқушыларымыз робототехника саласына қатты қызығады. Бірақ уақыт өте келе барлығы бағдарламалау несімен, тілімен тоқталады. Сондықтан мектеп оқушыларына әрі студенттерге оңай болу үшін дайын роботты, то есть құрастырғыш роботты алып келдік. Және бұл құрастырғыш робот болғандықтан сырты әйнек түрінде және бұлай іші көрініп тұру үшін осындай стеклянный түрде алып келдік. Жалпы робототехникамен айналысып жүрген балалардың ең бастап келе жатқан кездегі ең үйренуге оңай алғашқы сатысы деп айтуға болады, EasyBot'ты. Әрине, себебі бізде қазіргі таңда барлығымыз білетін Лего құрастырғыштары бар, яғни бастапқы ол мектеп оқушыларына 4-ші сыныпқа дейін арналған, 13 жасқа дейін балаларға, одан үлкен жалпы үйренгісі келетін жастарға, оқушыларға немесе бас студенттерге арнайы құрастырғыштар немесе бағдарламалау бізде тілдері Қазақстанда негізі толық игерілмеген және жоқ деп айтсақ та болады. Осы мақсатта жоғарғы сынып оқушыларына мүмкіндік немесе студенттерге осы робот саласының қыр-сырын үйрету үшін немесе осы терең меңгеру барысында осы арнайы EasyBot роботын ұсынып отырық. Негізі бұл тек қана жоба, бір түрі ғана көрсетілген. Шамамен қанша уақыт кетті осы роботты құрастырып шығуға? Бір ай көлемінде уақыт кетті. Бір ай көлемінде. Ал қаржы жағы қалай болды? Жалпы қалай бұл құрал жабдықтардың барын, керек жарақтардың барлығын қайдан алдыңдар, қалай жасадыңдар, кім қаржыландырды деген сұрақ осы жерде туындайды? Негізгі қаржыландыру көзі қазіргі таңдағы біздің өзіміз білім алып жатқан ордамыз Алматы технологиялық университетінің басшылығы тарапынан болып жатыр. Факультетіміздің деканы, басшылық барлығы қолдап, осы арнайы рабалап деп аталатын студенттік зертхана ашып берді. Мүмкіндіктер жасап отыр. Негізі қаржыландыру көзі осы кісілердің тарапынан болып жатыр. Менің білуімше, сендер бұл роботты біздің студиямызға алып келгенге дейін түрлі конкурстарға қатысқансыңдар, осы конкурстар туралы айтып берсеңдер. Байқаулар дейміз бе? Осы 2017 жылы IT Planeta 2016-2017 деген атты конкурс болды. Ол бірінші және екі турдан тұрды. Бірінші тур отборочный тур через интернет. Іріктеу кезеңі болды. Іріктеу кезеңі через интернет арқылы. Екінші тур финал болды. Бірінші кезеңнен өтіп, екінші кезеңге финалға шықтық. Финал Сочи қаласында Ресей халықаралық олимпиадалық университетінде болды. Сол финалға қатысып, үшінші орын иеленіп келдік. Қазақстаннан қанша адам барды? Қазақстаннан біз олимпиадада бірнеше конкурстар орын алды, оның ішінде робототехникаға қатыстық біз. Робототехникада Қазақстаннан тек біз ғана. Сендер ғана. Жалпы менің білуімше, сендер бір қаржылай грант ұтып алғансыңдар, Жалпы осы грантты қайда жұмсадыңдар? Жалпы өздерің ары қарайда осы ғылым жолына жұмсап жатсыңдар ма? Жалпы қайда жұмсалды және қанша көлемде грант алдыңдар? Грант болғанда негізінде бұл стартап ату деп аталатын біздегі Алматы технологиялық университетіндегі бұл әлеуметтік жобалардың бастамасы ретінде ұйымдастырылған. Негізі қаржы ретінде енді мынандай бір қаржы деп айтпаймын, себебі ол қаржының барлығы осы қазіргі таңдағы жаңағы студенттік зертхананы дамыту саласында жұмсалып жатыр.
және де осы енді нақты бір осы соманы ұтып алдық деп айтпаймыз. Себебі ол жерде енді басқа да былай ақшалай түрінде көптеген көмектер берілді, ол бірнеше түрі болды. Және де енді негізгі қолданатын мақсаты ол біздегі жаңағы роботтар жасауға, материалдар сатып алуға, құрал жабдық сатуға жұмсалып жатыр. Енді қайтадан осы жердегі тұрған EasyBotқа оралайық. Бұның адамға қандай пайдасы бар, қандай мүмкіншіліктері бар роботтың, жалпы жұмыс істеу принципі, осыны көрсетіп жіберсеңдер. Бұл қалай басқарасыңдар? Басқарылуы өте оңай, көрсетіп жіберейін. Ең алдымен жаңа айтып өткендей, бұл құрастырғыш робот деп аталдық. Мұнда яғни мүмкін жерге қоямыз біздің көрермендерімізге, жүргізіп көрейік, иә? Жарайды. Қандай да бір ұялы қосымшаға қосылған ғой? Android телефон арқылы басқарылады. Негізінде бірнеше басқару түрлері болады, яғни ол пультпен басқарса болады арнайы, немесе қазіргі таңда енді бәрімізде қолымызда бар смартфондар, смартфонмен басқарсақ болады, енді оңай әрі жеңіл түрде арнайы бағдарламалау тілі жазылған. Ал енді маған көрсетіп жүрсең, қай тетікті басу керек? Тетік сонша көп екен мына жерде. Қайсысын басарым? Мұнда алға артқа жүргізу және оңға солға бұрылу джойстигі бар. Мұнда тағы да қосымша тетіктер бар, иә. Ал тоқтату тетігі қайда? Енді тежегіш дейміз ғой. Тоқтату тетігі міне. Тоқтату тетігі, иә, қызыл. Мұнда жаңағы алға артқа тетігі арқылы жүргізесіз. Ал онда бісміллә деп бастап көрейік жүргізіп, иә? О, кетті. Бұрып артқа. Артқа басасыз. Тоқтату тетігі. Енді оңға бұру үшін солға. Енді алға. Тоқтату тетігі. Қызық екен, иә? Бұның өзін үйренудің өзіне біраз уақыт кететін сияқты. Қарапайым құрастыру ғана емес, жалпы ары бері жүргізудің өзіне біраз уақыт кететін сияқты үйренуге. Ал енді өздерің әбден меңгеріп алған шығарсыңдар, сендердің жүргізгендерін көрейік. Қарапайым, кәдімгі көлік айдағандай оп-оңай басқаруға болады екен. Ал енді осы артында тұрған құрылғы туралы бұл қуаттандыратын өзінің несі ғой? Қосымша жабдығы ғой, иә? Қуаттандыру жабдығы қазір бірнеше түр болса, ол бір түрін алып келдік енді. Сыммен жүретін дейді. Қанша уақыт қажет? Мысалы, мынау тұрған қанша мах дейді, махпен өлшенеді? Жоқ, бұл бір сағатына амперге. Ампермен өлшенеді. Қанша не кетеді? Бір сағатқа жетеді. Бір сағатқа жетеді. Қанша ампер бар мына жерде? Бұл жерде 12 вольт 9 ампер. Жігіттер, неге робот? Неге басқа нәрсені ойлап таппадыңдар? Жайғасайық орнымызға, иә? Роботты орнына қойып алайық. Иә, орныңызға жайғасып сұхбатымыз одан әрі жалғастырсақ, неге мынандай робот, неге басқа нәрсені көрмедіңіздер? Қазір 21-ші ғасыр, техника мен технологияның дамыған заманы. Осы орайда енді қазіргі әлемдегі ең бір адамдың өмірін жеңілдететін, яғни құрылғылардың бірі бұл робот саласы болып табылады. Қазақстандағы, яғни аса белең алмаған салалардың бірі болғандықтан, және де жеке енді қызықтыру, жалпы өзімізді қызықтырғандықтан, әртүрлі мүмкіндіктері болғандықтан робот саласын таңдадық. Және де оған ешқашан өкінбейміз. Мамандығымыз да робот? Мамандығымыз робот болғанда, иә. Робототехника факультетінде? Жоқ, жалпы инженерик және ақпараттар технологиялық факультеті. Мамандықтарымыз Алтынбектікі автоматтандыру және басқару, менікі технологиялық машиналар және жабдықтар. Яғни осы салаға жалпылама келеді. Енді оқуға түсудегі басты мақсатымыз бір Қазақстан ғылым саласына көмектесу, енді немістерден, американдықтардан, ағылшындықтардан, жапондықтардан қалыс қалмау. Сол мақсатта негізгі ашқан болады. Әсемгүл, қараш, Алтынбек пен Нұржан сияқты жаңағы жастар көбейе берсе, 50 жылдан кейін Қазақстанда жалпы адамдардың барлығы жұмыссыз қалып, барлығы роботтандырылған болады деп ойлаймын менің ойымша. Әрине, бәлкім. Енді жігіттер айта отырыңыздаршы, алдағы жоспарларыңыз тағы да қандай сіздердің қолдарыңыздан шыққан дүниені көреміз болашақта? Қазіргі негізі менің білуімше бар. Иә, бар. Бірнеше жобамыз бар. Жасалғаны бар, жоба ретінде тұрғандары бар. Осы күнге дейін ең алғашқы жасалған біздегі Айуата деп аталатын, Айуата, яғни мен официантпын роботы. Қазіргі таңда университетіміздегі
жаңағы әртүрлі конференцияларда, жаңағы жиындарда қонақтарды қарсы алып, соларға қызмет көрсетеді. Қызмет көрсетіп, жақсы көңіл күй сыйлап жатыр. Одан да басқа бірнеше жобалар бар. Яғни ол қазіргі ойластырып жатқан электронды дойбы деп аталады. Жаңағы стартап әлеуметтік жоба ретінде ұсынған бірнеше жобаларымыз бар. Ол Bottle Box деп аталады, антифайр деп аталатын, қоқыс жинайтын және де өрт сөндіру, яғни өрт апаттарын алдын алу құрылғысы ретінде орналастырған 2 жоба бар. Дайын түрдегі бір тағы да үлкен роботымыз бар. Нұржан Алтынбек, сіздерге көп-көп рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп, осындай бір әдемі дүниемен таныстырып жатқандарыңызға алдағы уақытта сіздерге тек қана сәттілік тілейміз. Өнертапқыш жастарымыз көбейе берсін, біздің еліміздің жастары үнемі осы білім ғылым жолында еңбек ете берсін. Сіздерге де үлкен рахмет.